Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Мукашева Гүлбаршын Дарынқызы. Сіздердің назарларыңызға СПСС бағдарламасында айнымалыларды өзгерту атты видео сабақты ұсынамын. СПСС бағдарламасында деректерді талдауға дейін айнымалыларды өзгерту немесе түрлендіру өте маңызды кезең болып табылады. Кейде бастапқы деректерді талдау үшін әртүрлі өзгерістер енгізу қажет болады. Айнымалыларды өзгерту процесі деректерді стандарттау, қайта кодтау немесе жаңа айнымаларды есептеу арқылы операцияларды қамтиды. Осы бөлімде біз айнымаларды қалай өзгерту керек екенін, қандай жағдайларда олардың түрін өзгерту қажеттігін және СПСС бағдарламасында бұл әрекеттерді қалай орындау керектігін қарастырамыз. СПСС бағдарламасында айнымаларды өзгертуді сіздерге көрсететін боламыз. Мынау бізде СПСС бағдарламасындағы деректер базасы ашылып тұр. Осы бағдарламада қазір айнымаларды түрлендіретін боламыз. Айнымаларды қайта кодтау дегенді түсіндіріп өтейін. Бұл қайта кодтау бұл айнымалының бастапқы мәндерін жаңа мәндерге ауыстыру процесс. Әсіресе сапалық айнымалар үшін өте пайдалы. Мысалы, шыныс айнымалысынан 0 және 1 кодтарын қолдану немесе басқа категориялармен жұмыс істеу. Біз мысалы егер қате жіберіп қойған болсақ, мына жерден басып, значениені басып, егерде керісінше жүргізіп қойсақ, ауыстыру керек болса, мына жерден ауыстыруға болады. Әйел дегеніміз 1 деп өзгертіп былай. Немесе 2 деп изменить деп басқа болады. Немесе басқа айнымалға қазір ауыстыруды көрсетемін. Атаны орнына қойдық қазір. Біз мына жерде преобразование деген батырманы басамыз. Осы жерден перекодировать в те же переменные дегенді бастық болады. Одан кейін біз мына жерде мысалға болды таңдап алайық. Бұл жерге біз старое новое значение деген басамыз. Мысалға старое значение 0 дегеніміз новое значение 1 деп өзгертеміз. Добавьтеміз. 1 дегенді біз 2 деп өзгертеміз. Себебі кейбір зерттеушілер 0-ден бастаған ыңғайсыз болуы мүмкін. Олар 1-ден бастағысы келеді. Солай, мысалы, осылай өзгертеміз де продолжить дейміз. Окей дейміз. Сонда біз мысалы мына жерде базадан анықтан қарап тексерсек, міне 1, 2 деп өзгертілді. Шыныс өзгертсек, онда мына жерден де бізге өзгерту керек болады. Мынау 1 болады, мынау 2 болады. Осылай мына жерден де өзгертіп жөндеу керек. 2 1. Міне сонымен біз өзгерттік. Тағы да басамыз преобразование деген. Перекодировать в другие переменные басамыз. Мұнда біз қайсын таңдасақ болады қазір? Көрейік. SRS дегенді таңдайық. Бұл бізде стресс дәрежесін есептейтін анкетаның аты SRS деп тұр. Осыны басайық. Одан кейін мына жерге біз басқаша құрастырамыз. Пробел болмау керек. 1 деп көрейік. Осылай өзгертеміз. Одан кейін старое новое значение деген басамыз. Мысалға бізде стресс дәрежесі 0-ге санын беріп тұр. Біз оны сапалық айналдырамыз. Мысалға стресстің дәрежесі бойынша 0-ден біз бұл жерде таңдаймыз диапазонын таңдаймыз. Осылай жасауға болады. 0-ден бастап 199-ға дейін. Бұл бізде 0 деп қойып, ол әлсіз деңгей болып, стресстің әлсіз деңгейі. Келесі бізде 200-ден
299-га дейін білдік бақ. Бұл бізде орташа келісімде. Егер 300 және одан көп болса, оны біз мына жерге жазсақ болады. 300 және одан көп болса, оны 2 деп белгілейік. Давайте мы продолжим. Окей дейміз. Не бізде жаңадан мәліметтердің атауы пайда болды. Және біз енгіздік қой. Бірақ бұл жерде мәні жоқ, біз мәнін өзіміз енгіземіз. 0 дедік жаңа, 0 дегеніміз ол бізде әлсіз деңгей болды. Бір дегеніміз орташа болды. Екі дегеніміз жоғары болды. Осылай береміз. Бізде мына жерде мәндерін көрсетілгеннен бүтін санадан кейін 2 0 тұрған себебі біз мына жерде 0 деп белгілеу керекпіз. Онда бүтіннен кейін 0 деп тұрмайды. Бұл бізде номинал емес, беттік болады, осылай өзгертеміз. Одан кейін бізде әртүрлі формулалар қолдануға болады. Біз жаңа өзгертуді үйрендік. Бір мәннен екінші мән, немесе бір мәннен басқа тағы бір мән құрастыруды. Айнымаларды есептеу деген бар, формула қою арқылы. Біз содан кейін мына жерде отобрать наблюдение, расширить файл дегенді көруімізге болады. Мына жерде болды. Олға болады сравнить группы деп. Ол бойынша мысалы бүкіл анализдерді жүргізуге болады. Одан кейін отобрать наблюдение деп белгілі бір өзімізге керексіз мәліметтерді алып тастауға болады. Осы жерден басып жасаймыз. Сонымен біз бүгін мәліметтерімізді қалай өзгертуге болатынын үйрендік. Қалай жаңадан мәлімет құру керек екенін үйрендік. Назарларыңызға рахмет.